Сәлем достар. Біз кешегі бейне жазбамызда коронавирусының өте қатерлі екендігін және оның қатерлі болуының себебін, дәрі-дәрмектің уақытында табылмай жатқандығын себептерін, сондай-ақ осы қатерлі вирустан қалай аман қалудың жолдарын айтып өттік. Біз бүгін тағы да бір маңызды ақпаратты сіздермен бөліспекші болып отырмыз. Кеше 1 наурыз күнгі BBC халықаралық ақпарат агенттігінің сайтынан мынандай бір маңызды дүниені кездестірдік. Ол Қытайдан келген 44 мыңнан артық осы вирусқа жұғымдалған адамдардың өлім-жітім жағдайына талдау жасаған мәліметі бойынша, өлім-жітім көбінде адамдардың жасына, денсаулығына және жынысына байланысты екен. Былайша айтқанда, 80 жастан асқан адамдардың өлім-жітімі өте жоғары. 70 пен 79-дан кейін жастағылар одан кейінгі орында, одан соң 60-69, одан кейін 50 мен 59 арасындағылар. Жалпы 40-тан төменгі жастағылардың бұл аурумен науқастанып және одан көз жұмудың мөлшері біршама төмен болып отыр. Ал енді адамдардың денсаулығы бойынша қарайтын болсақ, бұл аурумен ең көп науқастанып және өмірден озғандардың басым көпшілігі жүрек қан тамырымен ауыратын адамдар екен. Екінші орында қант диабетімен ауыратын адамдар, үшінші жолда тыныс алу жолдарымен ауыратын адамдар, төртінші жолда қан басымымен ауыратын адамдар. Бұл аурудың қайтқан адамдардың алғашқы төрттігін құрайды екен. Ал енді денсаулығында ешқандай кінәрат жоқ адамдар ауырған жоқ және қайтқан жоқ деп айта алмаймыз, олардың да өлім-жітімі бар. Ал енді ер-әйел жыныстық салыстырмасы бойынша алып айтқан уақытта өлім-жітімге ұшырағандардың басым көпшілігі ер азаматтар екен. Әйел адамдар шамамен ер азаматтардың 60-70%-ын құрап отыр. Ал 100% деп ер азаматтарды алып айтқанда. Міне достар, сондықтан бүкіл дүниежүзі бойынша денсаулық сақтау ұйымы дабыл қағып, бұл жоғарыдан да жоғары, ерекше жоғары қатерлі жағдай деп мәлімдеп отырғанда, айналамыздағы мемлекеттердің барлығына 60-қа жуық елге ауру тарап жатқан уақытта біз өзіміздің денсаулығымызға мән беруіміз керек болып тұр. Жаңа мен айтып өткен аурулар бар адамдар өте сақ болу керек. Үлкен адамдар мүмкіндігінше далаға шықпай, жылы су көбірек ішіп, мынау чеснок дейміз ғой, осындай тағамдарды жиі тұтынып, үнемі ауызды тұзды сулармен шайқап, үйді ауасын желдетіп, ауаны алмастырып отырғаны абзал. Барлығы да бір Алланың қолында, десе де сақтаймын дейді. Бізге сынақ ретінде келіп отырған бұл дүниені осындай сақтықпен қарсы алуымыз керек. Ал енді басқа жастағылар иммундық жүйемізді көтеруіміз керек. Ол туралы кешегі дүниеде баянымызда бәрін айтып өттік. Сіздермен бірге болған Абай атындағы педагогикалық университетінің жаратылыстану география институтының доценті, ғылым кандидаты Қастер Сарқытқанұлы. Есен амандықта болайық.